Ассаламу алейкум достар. Бүгін бұйырса Kuaishou деген программаны китайский TikTok жайлы болады. Қалай оған тіркелеміз, қалай видео скачать етеміз, сол жайлы болады. Так, бұның программасын Telegram каналға салып қойдым. Ссылкасын описание қалдырып кетемін. Сонымен бастаймыз. Осы APK файлдың үстіне басамыз. Установить приложение деп шығады. Егер сіздерде мысалы Telegram разрешение бермеуі мүмкін установкаға, сол кезде настройканы басасыздар да разрешить деген сондай кнопка бар, соны түртіп басып қоясыздар. Сосын установитті басамыз. Сосын Play Market'та мысалы мынандай вредоносный приложение деп шығады. Play Market защитасы бар. Play Market'те жоқ программаларды осындай қылып установка етуге рұқсат бермейді. Мына подробнее дегенді басамыз да, все равно установить дегенді басамыз. Открыть. Қызыл кнопканы басамыз. Разрешить. X-ті басып тастаймыз. Так, мынау қазір былай қарап отыруға болады негізі, бірақ әлі тіркелмеген. Лайк басып скачать етуі қиындау болады. Клик. Так, мына жерде мен скачать дегенді бассақ, download деген. Скачать етуге де болады екен. Болмайтын. Так, қараңыздар. Мына төменде ми деген жазу бар ғой. Үш жерге басамыз. Осы жерге басқанда мына жерде телефон арқылы, сосын WeChat арқылы деген бар. Соны басамыз. Мен негізі телефонмен көрдім, бірақ мен телефонмен істей алмадым. Сіздер де бір көріңіздер енді. Мен өзім істей алмадым. Қазір көрейік қане. Қазақстан бар екен де. Жерін өміп жазамыз. Сосын белгілейміз де. Қызылды басамыз. Так, қызылды бастық. Сообщение келу керек. Сообщение келмейді негізі, білмеймін, келтіре алмадым. Мүмкін сіздерде келіп қалар, соны қараңыздар, әмі осымен көріңіздер. Мен өзім WeChat арқылы тіркелем. WeChat арқылы войти, қызылды басамыз. Принять и продолжить. Так, мен WeChat арқылы кірдім ал. Енді мына жерде Home деген бар, міне, Home. Главный ғой, бәрі TikTok сияқты. Бұл жерден қарай бересіздер, үш жерден керек видеоларыңызды скачать етесіздер. Мен өзім көбіне бұны TikTokқа салуға пайдаланам. Бұл жерден зат сатып алуға да болды. Олар енді келесі сабақта. Жалпы қазір тек скачать етуді үйренеміз. Мына жоғары жағын түсіндірейін. Мына follow деген жазылғандарымыз ғой, біз қайсы каналдары подписка жасап қойыппыз, соның видеолары шығады. Мына тренд деген қазір тренд болып жатқан видеолар мынау. Мына follow-да менде қазір не зат, бір-екі затқа тіркеліп қойыппын. Солар шығады. Головоломкілер, короче, осындай. Осы видеоның үстіне басамыз. Так, мына жерде поделиться деген бар. Соны басып, мына жерде скачать деген бар. Соны басамыз.
мынада қазір скачать етуге рұқсат бермей қойған сияқты. Басқа видеоны қарайық. Мынаны скачать етуге болады. Так, бұл жердің бір минусы бар. Бұлай скачать еткеннің бір минусы. Мынамен скачать етсек, Kuaishou деген несі логотип қалып кетеді видеода ше. TikTok'та ондай заттар онан қарамайды негізі. Без логотип скачать еткен жақсы негізі. Рекке шығу, нелеу қиындау болады негізі. Или бірдеңемен кап-каппен өшіріп жібересіңдер, или қарайсыңдар, жалпы мен сендер қазір без логотип скачать етудің жолын көрсетемін. Осыны басамыз. Мына жерде копировать ссылку деген бар. Осы мінекей. Copy link деп тұр ғой. Соны басамыз. Сосын мынандай программа бар. Міне, K-Saver деген Play Market'те бар. Соған басамыз. Соны установка істеп аласыңдар. Жерде сразу ссылкасы қойылады. Именно Jet дегенді басамыз. Міне осылай без логотип скачать етеміз. Kuaishou деген логотип болмайды ғой былай айтқанда. Осы өзі скачать етіп болады, галереяңызға сразу түсе қояды өзі. Так, енді видео іздеу. Бізге мысалы косметика керек, или мягкий игрушка керек, білмеймін ғой, енді әркімнің өзінің несі бар. Сондай видеоларды қалай іздейміз? Мына жоғарыда поиск деген бар. Сол поискқа басамыз да мына жерге керек затымызды жазамыз. Мысалы мына жер аудару дегенді басамыз. Translate. Английскийден китайскийміз, бізге русский керек. Русскийден китайскийге. Мысалы мен не іздеймін? Косметика іздейік те. Косметика жайлы видеолар TikTok'қа салғымыз келеді мысалы. Сосын мына жоғарыда поискті басамыз. Мына жерде клейн жаңағы косметика жайлы видеолар бар. Видео дегенді бассақ болады. Image суреттер бар. Осы видеоларды аласыз да TikTok'қа сала бересіздер. Сосын заказдар түссе, осыларды заказ етіп бере бересіз. Енді ар жақтарын білетін шығарсыз өздеріңіз. Windows'дан іздейсіз, жоқ болса мынадан да сатып алуға болады. Бұдан сатып алу үшін мына жерде профиліне кіреміз. Мына жерде shop деген бар мәке, магазин. Бұны енді келесінелерде үйретемді. Картаны тіркеу, каргоны қай жерге тіркейміз, қалай сатып аламыз, барлығы басқа сабақтарда болады. Қазірше скачать етіп TikTok'қа сала беріңіздер да. Осы достар, келесі сабақта кездескенше, ассаламу алейкум.